Саламатсыңдар ма оқушылар? Отыра қойыңдар. Ал енді балалар, сабағымызды бастаймыз. Бұл 20 ғасырдың басындағы қазақтың алғашқы заңгерлерінің бірі. Ұлт мүддесін дума мінбесінен қорғаған тұлға. Ол ел тағдыры, жер тағдыры үшін күрескен, жер халықтың меншігі деген ұстанымды көтерген қайраткер. Сонымен біздің сабағымыздың қаһарманы кім? Жарайсыңдар. Ал енді балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ешкім сөйлеген жоқ. Соған қарамастан мемлекетіміздегі шиеленісіп отырған аграрлық мәселені шаруаларды далалық облыстар территориясына, семей және жетісу облыстарының территориясына қоныс аудару арқылы шешкісі келетіндер бар. Бақытжан Қаратаев жерді тек аумақ ретінде қарастырмады, иә? Ол үшін жер, меншік, табыс сөздерінің тізбегі бұл ұлттың тұтастығы, әлеуметтік экономикалық еркіндіктің кепілі еді. Енді сұрақ. Бақытжан Қаратаев көтерген сол мәселелер біздің заманымызда қаншалықты өзекті? Жерді тиімді пайдалану, жекеменшік, өнімділік және одан түсетін табыс, бұл ұғымдар қазіргі Қазақстан азаматы үшін нені білдіреді? Кәні кім жауап береді? Айгерім айта ғой. Менің ойымша, жерді тиімді пайдалану дегеніміз, оны тек қана иемденіп қана қоймай, одан өнім алып, таза жұмыс істеу, табиғатты бүлдірмей жұмыс жасау. Жекеменшік ол адамға жауапкершілік беру. Яғни мен осы жердің иесімін десем, мен ол жерді жақсы пайдалануым керек. Өнім мен табыс осы еңбектің нәтижесі болып табылады. Тағы кім жауап береді? Ал Ернұр айта ғой. Менің ойымша, Бақытжан Қаратаев көтерген жер мәселесі қазірде маңызын жоғалтқан жоқ. Себебі қазіргі ер азаматтар жерді тиімді пайдалана білсе, ол табыс көзіне айналады. Оған мысал келтіре алсақ, егінді алсақ, ол егінді егіп өнімін сата аламыз. Ал біреуі мал бақса, оның еті мен сүтін өндіре аламыз. Яғни бұл еңбектеніп табыс көзіне айналатын болынған. Келесі кезекте сіздерге ұсынылатын тапсырма байланыс тізбегі әдісі. 10 минут уақыт беріледі. Ол үшін сіздерге жер, меншік, өнім, сауда, табыс, жауапкершілік ұғымдары таратылады, үлестіріледі. Сол ұғымдарды пайдалана отырып, жұптық кейс тапсырмаларын орындайсыздар. Бұл сабақ мектеп компоненті бойынша бекітілген Алаш қайраткерлерінің ағартушылық қызметі атты авторлық электив курс аясында өткізілді. Сабақтың ерекшелігі тарих пәнін оқыту мен оқуға қаржылық сауаттылық негіздерін кіріктіру арқылы білім алушылардың сыни, азаматтық және экономикалық ойлау дағдыларын дамыту. Сабақ мақсатына қол жеткізу үшін қажетті алғышарт білімдер алдыңғы тапсырмаларда іске асырылды. Бақытжан Қаратаевтың жер мәселесіне қатысты айтқан ойлары Конституциядағы меншік туралы нормалармен қалай үндеседі деген тапсырма арқылы оқушылар Қазақстан Республикасы Конституциясының 6 бабымен жұмыс істеп, тарихи және құқықтық деректерді салыстыру дағдысын көрсетті. Келесі кезеңде оқушыларға тарихи мәтін ұсынылып, оны инсерт әдісі бойынша белгілеп, топ ішінде талқылады. Сабақ мақсатына жету үшін оқушыларға жұптық кейс тапсырмалар беріліп отыр. Әр жұпқа берілген тапсырмалар деңгейге қарай сараланып, оқушылардың қабілетіне сай күрделілік деңгейінде орындалуда. Бірінші топтың жұптық тапсырмасы салыстыру кестесі әдісі. Бұл негізгі ұғымдарды меңгеруге арналған қолдаушы тапсырма. Ол оқушылардың сенімділігін арттырып, оқу материалының мәнін түсінуге мүмкіндік береді. Екінші топтың жұптық тапсырмасы бизнес жоспар әдісі. Бұл кейс оқушыларға оқу мақсатына жетуге бағытталған, бірақ шамалы күрделілігі бар тапсырма. Ол логикалық ойлауды және қаржылық сауаттылық элементтерін дамытады. Ал үшінші топтың жұптық тапсырмасы жайылымнан нарыққа дейін әдісі. Бұл тапсырма шығармашылық пен талдауды қажет ететін жоғарғы деңгейлі кейс. Ол оқушылардың қызығушылығын арттырып, талдау, бағалау және жаңа идея жасау сияқты жоғарғы ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Олай болса, оқушылар, Аянат пен Айгерімнің жұмысын тыңдайық, иә? Бізге берілген кейс Бақытжан Қаратаевтың көтерген мәселесін негізге ала отырып, төмендегі ұғымдарды тізбектеп байланыстырыңыздар және әр ұғымның өзара байланысын түсіндіріңіздер. Бүгінгі Қазақстанда осы байланыс бар ма? Өз ойларыңызды мысалмен дәлелдеңіздер. 1907 жылғы 2-ші мемлекеттік думада Бақытжан Қаратаев осы жер мәселесін көтерген. Жер қазақтың ата-бабасынан қалған, бірақ иелік ете алмаған жерлер. Ал меншік қазақ өз жерінің иесі емес. Жер патша үкіметінің қолында болған. Өнімге келер болсақ, жерсіз өнім жоқ болды. Сауда. Жер біреудің меншігі болғандықтан, оны салыққа төлеу керек болды. Ал табысқа келер болсақ, жер тартып алынғандықтан табыс таба алмады. Жауапкершілік мемлекет жерді әділетсіз таратты. Айгерім өте жақсы, енді Аянатты тыңдайық. Экранда көріп отырғандарыңызда бұл жерде Қазақстанның картасы көрсетілген, яғни қазақ жерінің территориясын көріп отырсыздар. Бақытжан Қаратаев кезеңіне дейінгі Қазақстан мен қазіргі Қазақстанды салыстырған
кезде жер мәселесіне тоқталатын болсақ, Қазақстан Республикасының заңы бойынша жер мемлекеттік және меншік түрінде қорғалады. Ал енді меншікке тоқталатын болсақ, азаматтар мен компаниялар шартты түрде жерді иелене алды. Өнімді айтайық, жерге меншік болса, өнімді алуға мүмкіндік бар. Ал сауда жағына келетін болсақ, еркін нарық бар, бірақ нарықты алуға бізге рұқсат керек. Табыс, жер кәсіптің көзі болса, шаруашылық бизнес жүргізуге, оны әрі қарай дамытуға бізге мүмкіндік болды. Жер меншік иесі тек пайда тауып қана қоймай, мемлекетке салық төлейді. Бұл экология заң үшін жауапты. Өте жақсы. Бізге берілген кейіс бизнес жоспар. Сіздер жас кәсіпкерсіздер. Мемлекет сіздерге жер телімін берді. Енді сіздер осы жерді қалай пайдаланып, меншікке, өнімге, саудаға, табысқа және жауапкершілікке айналдыра аласыздар. Өз бизнес тізбектеріңізді құрыңыздар. Мысалға келетін болсақ, мен өзім жеке меншігімде 2 гектар жерге бидай ектім. Одан алынған өнімдерді ұн мен нан шығару арқылы дерхамды жәрмеңкелерге саудаға салдым. Шамамен 500 мың теңгедей пайда көзін таптым. Болашаққа жоспар құрайтын болсақ, наубайхана мен жергілікті адамдарға қосымша кәсіп орындарын шығардық. Жауапкершілікке келетін болсақ, салықты ай сайын төлеп, өзімізді ғана емес, мемлекеттің экономикасында көтердік. Жер мен суды үнемдеп қабылдап, және де көршілер мен экологияға зиянсыз келтірмейміз. Бізге берілген кейс. Елестетіп көріңіздер, сіздер болашақ кәсіпкерсіздер. Мемлекет сіздерге 1 гектар жайылымдық жер тегін берді. Енді соны қалай тиімді пайдалануға болады? Біздің негізгі мақсатымыз ол жерден тек табыс тауып қана қоймайық, табиғатымызға, қоғамға да зиянын тигізбей жауапкершілікпен әрекет ету керек. Келесі біз сату арналарына тоқталатын болсақ, жергілікті базарларға қол өнімдерін өткізу. Атап айтқанда ет, жұмыртқа деген секілді, құрт секілді қол өнімдерін өткізсек бізге әлде қайда тиімді. Ал келесі біз балабақшалар мен мектептерге экологиялық өнімдерді тасымалдау арқылы біз әлде қайда өзімізге ақшаны үнемдеп, өзіміздің табысымызды таба аламыз. Ал ары қарай сапа жағына келетін болсақ, жалпы сапа жағына келсек, таза өнім брендімен шығарсақ, сапа жағын барынша креативті ұйымдастыратын болсақ, бізге әлде қайда тиімді табыс түсіп барлығын үнемдей аламыз. Кіріс көзіне тоқталсақ, біз сүт сату арқылы айына орташа есеппен 12 миллион теңгені құрай алады екенбіз. Келесі ет өнімін сату арқылы 12 миллион 500 мыңды құрайды екенбіз. Осылайша қосымша табыстарды есептейтін болсақ, жүн, құрт, май деген секілді қосымша табыстардың өзінен 2 миллион теңге түсіп тұр. Барлығын есептейтін болсақ, 26 миллион 500 мың теңгені құрайды екен. Соның ішінде шығындарды атай кетейік. Жер, жем, шөп, салық барлығын қосқанда шығындарымыз ай сайынғы 10 миллион теңгені құрап тұр. Осылайша біздің орташа есеппен бір айдағы тапқан таза ақшамыз 16 миллион теңгені құрайды екен. Барлық күштеріңізді салып, Бақытжан Қаратаевтай арысымыздың арман тілегін бойларыңызға дарытып, өздеріңізде сол тұлғаның жер мәселесіне деген көзқарасын бүгінгі заманмен байланыстыра отырып, бойларыңыздан өткізгендеріңіз көрініп тұр. Ал енді өзара бағалап жіберейік. Кәні бірінші топтан кім бағалайды? Мәриям? Менің Аружан мен Асылаға айтарым, берген тапсырмада логикалық тізбекті өте жақсы құраған, әсіресе жер мен меншіктің байланысын нақты мысалмен түсіндірген ұнады. Тағы кім бағалайды? Ерасыл? Менің екінші топқа айтарым, келесі тұжырымдарда өзінің сөздерін нақтыласа өте тамаша болар еді. Жақсы, рахмет. Сонымен оқушылар, Бақытжан Қаратаевтың мұрасы тек тарихи оқиға ғана емес, ол бүгінгі біздің экономикалық сауаттылығымыздың, меншікке деген саналы көзқарасымыздың және еліміз үшін жауапкершілік алуымыздың бастауы болып табылады. Сабақ аяқталды. Рахмет, іске сәт оқушылар.